Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Шын мәнінде Курскіге басып кірген, Москваны дрондық шабуылдармен атқан Украин Кремльді неге жара салмай отыр? Қазір Мурманскі ме қайсы бір қаласына, облысына Украинаның дрон ұшты. Украинаның ең Ресейге жақын шекарасынан бастап есептегенде 1800 километр. Жаңылмаса Мурманскі ғой деймін, білетіндер жазыңыздаршы. Сосын ол облыстың губернаторы жаңағы айта қалды, біз өстіп Украинаның ұшқан бірдеңе дронын атып түсірдік дейді. Басты мақсаты не еді? Басты мақсаты еңбек алу еді. Халықтың алдында көрініп қалу, Украинаның дронын атып түсірген сияқты болып, көзге көрініп қалу, жоғары элитаның, Москваның көзіне көрінеді. Бірақ ол сол арқылы Украинаның дроны ең солтүстіктегі, ең қиырдағы Украин жерінен 1800 километр алыстағы жерге дейін ұшып барды деген ақпаратты орыс губернаторының аузыменен жариялап қойып отыр. Енді орыстарда паника. Неге? Яғни Украиндар 1800 километр алысқа дрон ұшыра алады. Украиндар неше түрлі қаруларды жасап жатыр қазір. Мысалы, алдыңғы жолы Зеленский жариялаған қару. Әрі дрон, әрі зымыран. Дронның үстіне зымыранды байлаған. Бұлай менің сөзіммен айтқанда скотч таған. Деп, түкіріктеп, желімдеп, байлап ұшырып жүрді. Дрон десең дрон, зымыран десең зымыран. Есек пен жылқының ортасынан шыққан қашыр сияқты жаңа қару жасады. Суда жүретін дронды алғаш украиндер жасап шықты. Біз енді сенейік украиндер деп. Сөйтіп, Қара теңізде украиндерді, орыстарды тасталқан қылды. Енді жаңа өткенде оны Зеленскийдің өзі жариялады. Ол не? Ол дрон болып мәлім аралыққа дейін барады, зымыран тұрады. Бірақ артынан зымыран аттанысқа келеді. Және бағыты басқарылады. Басқарылмалы зымыран сияқты болады. Ататын жерін атады. Тың қару, бұрын елдер жасамаған. Енді қазір гранат ататын дрон жасап отыр. Гранат ататын дрон. Ол дрон ұшып барады, білесіздер қаншаға дейін ұшады деді, қазір максимал 2000 километрге жетіп қалды. Оны орыстың өзінің облыс бастығы, облыстың әкімі жариялап қойды. Біз келген дрондарды аттық деп, ең шеттегі облыс. Енді гранат ататын дрондарды жасап жүреді. Енді орыстың әскерлерінің төбесіне бітеп отырып гранатын лақтырып. Ал енді одан ары қарай мүмкін жеке тұлғалар, жеке адамдарды ататын пулемет орнатылған дрон шығатын шығар. Біз білмейміз. Соғыс. Бұлай қарасаң, лабораторияда биология оққандар, медицина оққандар ақ қояндарға, ақ тышқандарға тәжірибе жасайды ғой. Неше түрлі миына тәжірибе жасайды, маймылдардың миына тәжірибе жасайды. Неше түрлі уколдарды, дәрілерді алдымен соларға жасайды, тышқандарға, қояндарға, маймылдарға жасайды. Орыс пен Украин қазір халықаралық қару-жарақтардың тәжірибе алаңына айналып қалып отыр. IT соғыс, хаккерлік шабуыл, интернеттік соғыс, спутниктік бақылау, барлау ұшақтарының технологиясы, дрондық технология, батарейка, Елен Мәсіктің Starlink интернеті, ол интернетті қабылдатпау тақырыбы, әрбір ұшқан зымырандардың ұшу жолдарын есептеу, бағалау, қай минутта, қай секундта, қай жерде пайда болады, ол ұшып жетеді, сол жерден соны ұстап ату, дрондық технология, дрондардың түсірген видео ақпараттық, жаңағы координаттық ақпараттарын қалған дрондарға жіберу, жасанды ақыл парасат, өз армиясы мен жау армиясын жасанды ақыл арқылы айыру. Бүкіл жер шарлық екі үлкен жік, батыстық жікпенен социалистік коммунистік жіктің ортасындағы анау кешегі қырғи қабақ соғыстан, суық соғыстан, Cold War'дан қалған соғыстың қазіргі жалғасы жүріп жатыр. Технологиялық соғыс, қаржылық соғыс, IT соғысы, интернет соғысы, идеологиялық соғыс, жаңа технологиялық соғыс, спутниктік соғыс, дрондық соғыс. Міне. Қазақстанда да ол соғыс жүріп жатыр. Секталардың бір-бірімен алысы, идеологиясы,
вахабистердің әлеуметтік желіде күннен күнге күшейген үгіт насихаты, вахабистердің пайғамбарының түрмеден шығуы, енді жаңағы сектанттардың ортасындағы бірінің артын бірі ашу Қазақстанда да басталып кетті. Оның арты ертеңгі орыс құлаған жағдайға, Путин өлген жағдайға, немесе орыс құламаған жағдайға, немесе Путин сол қалпында тұрып қалған жағдайға дайындық жүріп жатыр. Түйін осында. Ал қазақтар, менің халықаралық геосаясат туралы біраз әңгімемді тыңдадыңыздар. Қазір жалғыз бір ел ғана Зеленскийге рұқсат берді, өзі берген қаруды Ресейдің барлық жерін атуға. Ол Голландия. Ал Америка, Англия, Франция, Германия бұл мәселеде әлі тайсақтап тұр. Курскіні, орыстың Курскісін Украина иелеп, ал Украинаның Қырымын, тағы басқа облыстарын орыс иелеген осы итжығыс жағдай біразға жалғасатын көрінеді. Жұрттың бәрі біледі, менен қатты үміт күтті. Камала Харрис пен Трамптың сөз сайысы, дебаты туралы айтса деп. Шыны керек, мен ол дебатты тыңдаған жоқ. Қызықпай қалдым. Бірақ жұрттардың сол дебат туралы айтқан жазбаларын оқыдым. Бұл Камала Харристің Трамппен бірінші рет бетпе-бет келуі. Камала Харрис бұғанға дейін тіпті журналистерге де сұхбат бермеген. Камала Харрис Американың халқы үшін алғанда ол танымал емес тұлға. Бірақ оның қолдаушысы көп. Қаржылық қолдаушысы күшті, қуатты. Оған беріліп жатқан, аталып жатқан жылу Трамптан асты. Және магнаттар оны қолдап жатыр. Және біріншіден ол әйел. Бұл да ол үшін алғанда плюс. Себебі батыстық елдерде әйелге деген құрмет ерекше. Және оның түрі қара. Шешесі индиялық, әкесі жамайкалық. Сондықтан оған иммигрант. Сондықтан Америкадағы аса басым көп санды иммигранттар, шетелден келгендер оны қолдап кетуі мүмкін. Және оның ұстанған жолы демократтық бағытта. Демократиялық партияның адамы, сондықтан ол көбінеки қоғамның төменгі жігіне берілетін көмек мәселесінде ол республикашылдардан көрі қоғамның төменгі қара жұмысшылары, төменгі жіктегі айлыққа байланғандар, мемлекеттік бюджеттен, қазынадан қаржыландырылатындардың көп алғысына ие болады.